Ассалаумағалейкум достар, 10-шы бөлім. Бұл видео тікелей Melodyne программасына арналады. Melodyne программасында дауыстарды қалай жөндейміз, қандай инструменттермен жөндейміз және кішігірім настройкалары. Олар аса көп емес. Сирек кездесетін жағдай, Melodyne программасына алғашқы рет ашқан кезде бізде звуковой карталарды көрмей қалуы мүмкін. Сондай жағдайда біз мына жоғары жақта Melodyne деген жазуға кіреміз. Список бойынша Preference дегенге кіреміз. Осындай окошко ашылады. Осы окошканың ішіндегі ең бірінші вкладканың ішінде бізге аудио деген жазу керек. Осы аудиоға кіргеннен кейін, мінекей аудио девайстың ішінде Audient ID 44 деп менің звуковой картамды көрсетіп тұр. Сіздерде ол Focusrite болуы мүмкін, SSL болуы мүмкін, немесе басқа да звуковой карта болуы мүмкін. Одан кейін астында бізде Sample Rate 44100 деген частотаны көрсетіп тұр, және Buffer Size 512 samplesқа тең болып тұр. DSP-сі бар звуковой карталарда, Apollo, Antelope сияқты звуковой карталарда бұл Buffer Size деген аса маңызды емес. Өйткені ол звуковой карталарда дыбыс онсыз да кешікпейді. Бізге бұл жерде керегі, мінекей мынау частота 44100 кГц деген частота. Мен осы частотамен жұмыс жасаймын, тура осы частота менде Cubase программасында да көрсетіп тұр. Бұл не үшін керек десеңіздер, бұл екі программаның арасындағы частота, мысалы үшін Cubase-те 48000 мен жұмыс істеп, Melodyne'да 44100 бен жұмыс жасайтын болсам, бұл қосымша переконвертация болады. Сол үшін, осындай переконвертация болмас үшін, частоталарыңыз екі программаның арасында бірдей болғаны абзал. Енді видеомыз қатты ұзақ болмас үшін, бір қысқа аудио фрагментті Melodyne'мен жөндеп көрейік. Мынандай бір плюс бар. Осы плюсті тыңдап көрейік. Тұлпар мінгем ғой жаштықтың, арбыта жолдырын жылдардың, түшініп қайрылбас күндерге, мұң қошып бұлырды мен ырдаймын. Мінекей осы 4 жолын жөндеп көрейік. Алдыменен біз осы аудио фрагментті дайындап алуымыз керек. Melodyne'ға салмас бұрын. Мына жерде ең басында бізде адам тыныс алады. Дем алатын жері. Бұл жерін біз кеспейміз. Мына жерден кесіп алайық. Және 4 жолымыз мына жерден бітеді. Осы 4 жолды біз енді боунсқа айналдырып жіберуіміз керек. Жазылған проекттің ішінен жеңіл табу алу үшін. Мына жерге список бойынша бірінші тұру үшін біз A1 деп қойық, A1 деп. Және боунс қылып жібереміз. Боунс қылу үшін біз аудионың ішінде bounce selection деп тұрады. Бұл менде горячий клавишке белгіленіп тұр. Осыны басып жіберсек, мінекей мынау біздің аудио фрагментінің атын A1 деп қойып қойды. Енді осыны белгілеп аламыз. Белгілеу үшін осы фрагментке басамыз, және клавишімізді P деген әріпті басамыз. P деген әріпті басқаннан кейін мінекей жоғары жағы бізде белгіленіп тұр. Енді үстінде минусовкасын дайындап алуымыз керек. Оны да тура солай A2 деп қойық. Бұнда бізде тоналис ауысқан жоқ. Тоналис ауыспағаннан кейін біз бұнда bounce қылып жібере саламыз. Осы белгіленген жерінен кесіп аламыз. Енді bounce қылып жіберсек, мінекей бұл аудио бізде A2 деп белгіленіп қойды. Енді тура осы екі фрагментті Melodyne'ға тартып көрейік. Мінекей Melodyne'ға аудионы тарту үшін біз файл дегенге кіреміз. Файлға кіргеннен кейін мұны import audio деп тұрады астында. Осы import аудиоға кіреміз. Жаңағы проектіні табамыз. Ол проект менде рабочий столда тұр. Сіздерде ол басқа D-дискта тұру мүмкін, Windows'та жұмыс істесеңіз, немесе Macпен жұмыс істесеңіздер, басқа бір жесткий дискта тұру мүмкін. Сол жерден сол папканы тауып, мінекей бізде Ержан деген жігіт айтқан, осы проекттің ішінде аудиоға кіріп, мінекей A1, A2 деп тұр. Осы екеуін белгілеп аламыз. Және екеуін тартып аламыз. Open десек, бізде мінекей вокалымыз және минусовкамыз жоғары жақта трек болып көрсетіп тұр. Мынау минусовканы жоғары жаққа қойып қойсақ та болады. Және біздің минусовкамыз қазір қатты шығуы мүмкін дыбысы. Сол дыбысы қатты шықпас үшін біз бұны шамамен 12 децибел немесе 15 децибелге қойып қойсақ болады.
Сонда минусовкамыз жай гана эсилип турат. Астында бізде мінекей дауыстың диаграммасын көрсетіп тұр. Бұл диаграмманы мына жерде жоғары жақта көрсетіп тұрған оранжевый болып тұрған жерде біз өшіріп тастасақ, бізде вокалымыз жоқ болып кетеді. Егер де осылай жоқ болып кеткен болса, міне жай ғана осы оранжевый значокқа бас жерсек, мінекей біздің вокалымыз қайтадан шыға келеді. Енді минусовка екеуін бірдей тыңдау үшін мына жақта оң жағында көрсетілген мынандай бір ползунок бар, микшер сияқты. Осыны жай ғана кішігірім тартсақ, бізде музыкамен бірге ойнайды. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың арбыта жолдорын жылда Музыка жай естіліп жатса, осыны қатты шығаруға болады осы жерден. Түшініп қайрылба Дәл ортасына қойып қойсақ, бізде тек қана дауыс естіледі. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың. Мінекей енді музыкамен осыны жөндеп көрейік. Мынаны енді үлкен қылып ашу үшін біз Ctrl және Alt екеуін бірге бассақ, және мышкамен бүйтіп тартсақ, бізде былай үлкейе береді. Кішкентай қылып қоюға да болады, үлкейтіп алуға да болады. Енді осы жерден бүйтіп жөндей береміз. Барлығын белгілеп аламыз. Белгілегеннен кейін мышканың оң жағын бассақ, бізде осындай неше түрлі инструменттер шығады жөндейтін. Осы жерде біз ылғи да қолданатын екінші вкладканың ішінде pitch tool деп тұр. Осы pitch toolды қойып қоямыз. Мынандай мышкамыз өзгереді, стрелканың орнына мынандай басқа белгі болып шығады. Және кез келген аудионың тұсынан екі рет бас жерсек, мінекей өзі орнына тұра келеді. Бірақ Melodyne өзі қай нотаға жақын тұрады, аудиофрагмент сол нотаға қарай тартып жібереді. Мінекей енді тыңдап көрейік. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың. Мінекей бізде кейбір жерде мына жібі төмен түсіп кеткеннен кейін бізде фальш болып естіліп тұр. Осының барлығын жөндеу үшін біз мысал үшін мына жерде бізде бір артефакт тұр. Түсіп кеткен. Жібімен бірге төмен түсіп кеткен. Бізде нотамыз өзі нақты нотадан басталмай, бізде бүйтіп подъезд болып келеді. Тұлпар мінгем ғо. Мінекей осыны орнына қою үшін қайтадан тура сол мышканы оң жағын бассақ, бізде мынандай кесетін ең соңында Note Separation Tool деп тұр. Осы Note Separation Tool деген бізде кесетін. Осы кесетін инструментті таңдап, кез келген жерден біз басып кесе аламыз. Мысалы, мына жерден бізде фальш болып көрсетіп тұрған жерін кесіп аламыз. Екі рет бассақ, бізде аудионы кеседі. Және қайтадан pitch toolға қайтарамыз. Сонымен осы кесілген жерді белгілеп алып, орнына қоямыз. Тұлпар мінгем. Енді осы жерін бізде сәл компьютер болып естіліп тұр. Тұлпар мінгем. Сол компьютер болмас үшін біз осы жерде осы фрагментті белгілеп алып, астында жібін тартып жүрсек, мышканы жақындатсақ, жанына осындай жібін тартатын бір инструмент шығады. Осымен жаймен бүйтіп жоғары қарай тартсақ, бізде компьютерный эффект жоғалып кетеді. Тұлпар мінгем ғо. Немесе бізде сәл фальш болып естіліп тұр. Тұлпар мінгем ғо. Енді орнына келді. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың. Тұлпар мінгем ғо. Жоғары жақта бізде тағы да фальш болып естіліп тұр. Бұл нотаны біз сәл төмен қойып қоямыз. Тұлпар мінгем ғо. Жоқ, орында тұрады екен. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың. Керісінше келесі нотамыз бізде фальш болып тұр екен. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың. Және қараңыздар, нотаны көтерген кезде бізде нақты өзі хроматический нотаға көтеріледі. Бұны біз плавно көтерсек те болады. Ол плавно көтер үшін біз клавишімізді Alt дегенді бассақ, және кез келген нотаны көтеретін кезде біз плавно көтере аламыз. Кез келген өзіміз қоятын жерге қоя аламыз.
ал альтты баспасақ бізде тек қана хроматический жоғары көтеріледі немесе төмен түседі. Тұлпар мінгем ғо жаштық. Және мына жерде вибрация бізде көп болып тұр. Осы вибрацияны алу үшін бізде мышканың оң жағын бассақ, тура осы екінші инструмент pitch tool'дың астында бізде pitch modulation tool деп тұр. Бұл бізде вибрацияны азайту үшін немесе көбейту үшін қолданылатын инструмент. Осыны таңдасақ, және кез келген аудионы бүйтіп тартатын болсақ, бізде вибрация азаяды немесе көбейеді. Мінекей вибрация көбейді, азайды. Енді вибрациямыз сәл қисық естіліп тұр. Осыны орнына вибрациямыз түзу естілу үшін тура осылай мышканың оң жағын басып, енді үшіншісін таңдасақ, мұны pitch drift tool деп тұр. Бұл бізде вибрацияны түзу қылып қою үшін. Вибрация төменнен деп естілмей, тіке естіледі. Мінекей енді осы аудионы бүйтіп тартып жүрсек, бізде көрдіңіздер ме? Мынау вибрация түзіленді. Енді қайтадан pitch tool'ға қойып қоямыз, енді тыңдаймыз. Тұлпар мінгем ғо жаштық. Мінекей енді мына жердегі фрагмент бізде өзінің нотасына тұрды. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың. Мінекей мына жерде бізде фальш естіліп тұр. Енді өзі көрсетіп тұр, примерно қай жерде фальш естіліп тұрған. Осы жерін біз кесіп алуымыз керек. Кесу үшін қайтадан оң жағын басып, кесетін note separation tool'ды таңдаймыз, және тұсынан кесеміз. Енді екеуін таңдап, қайтадан екеуін бас жерсек, бізде жақын тұрған нотаға тартып жерді. Негізінде қазір тыңдайтын болсақ, бұл фальш. Мінгем ғо жаштықтың. Мінекей, жарты тонға төмен тартып жерді. Осыны біз жоғары қарай қоямыз. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың. Мінекей, енді өзінің орнына келді. Және біздің вибрациямыз сәл қисық естіліп тұр. Осы вибрацияны біз мышканың оң жағын басамыз, астында pitch drift tool деп тұр. Осыны таңдап, сәл ғана тартып жерсек, міне вибрациямыз енді орнына келді. Қайтадан pitch tool'ға қойып қоямыз тыңдау үшін. Тұлпар мінгем ғо жаштықтың. Мінекей, мынау фрагментіміз бізде орнына келді, барлық ноталар. Енді келесі фрагмент. Арбыта жолдырын жылда. Арбыта жолды. Екі нота бізде төмен түсіп кеткен екен. Осы екі нотаны жоғарыға қоямыз. Және мына жерде бізде жібі сәл жоғары қарай тартып тұр. Осыны орнына келтіру үшін біз кесетінді таңдаймыз. Және кесіп жібереміз. Енді екеуін белгілеп, екеуіне бас жерсек, және мынау жоғары көтеріп жақын тұрған нотаға тартып кетті. Осыны орнына төмен қарай қойып қоямыз. Арбыта жолдырын. Мінекей бізде мына жолдырын деген жерде нота төмен түсіп кетті. Арбыта жолдырын. Осыны жоғары қарай қойып қоямыз. Арбыта жолдырын жылдардың. Мінекей мына жерде де бізде фальш естіліп тұр. Арбыта жолдырын жылдардың. Мінекей кесетін кейде өзі, программаны өзі кесетін жерде өзі белгілеп көрсетіп тұрады. Сол жерден кесірсек болғаны. Note separation таңдаймыз. Және кесіп жібереміз. Енді екеуін алып белгілеп жібереміз. Екеуін бірде бас жерсек, мына нота негізі жоғары тұр. Қазір тыңдайтын болсақ, бұл фальш болып естіледі. Арбыта жолдырын жылдардың. Жоқ. Орнына келді екен, иә? Дұрыс сонда. Енді бірақ бізде вибрациясы сәл төмен түсіп кетті. Осы вибрацияны дұрыстап жіберуіміз керек. Ондай кезде pitch drift tool'ды таңдаймыз. Және тартамыз. Және вибрациясын сәл азайтамыз. Арбыта жолдырын жылдардың. Мінекей, бұл фрагментте бізде дұрысталды. Келесі фрагмент. Түшініп қайрылбас. Екі нота бізде төмен түсіп кеткен. Түшініп қайрылбас күндерге.
Мінекей вибрация бізде төменге қарай тартып кетті. Бұл вокалисттің өзі солай жасағаннан кейін бізде мынау қазір осы жерден кесетін болсақ, соңғы жағын төмен жаққа қарай тартып жібереді. Негізі бұл түзу естілу керек. Түшініп қайрылбас күндерге Бұл жерде вибрациясын ғана дұрыстаймыз. Және кішкене вибрациясын азайтамыз. Түшініп қайрылбас күндерге Бұл фрагментте дұрысталды. Енді соңғы фрагмент. мұң қошып бұлыр Мұң қошып деген жерде бізде нота сәл төмен түсіп кеткен. Соны жоғары қарай қойып қоямыз. мұң қошып бұл Және бізде мынау анықтап қарайтын болсақ, мына жерде бізде сәл жоғары қарай көрсетіп тұр. Осыны біз кесіп жіберсек те болады, немесе вибрациясын тартып жіберсек те болады. Бірақ вибрациясын тартсақ, бізде мына жағы компьютер болып кетуі мүмкін. Сондықтан да кескен дұрыс. Ортасынан кесіп жібереміз. Және екеуін тарта саламыз. Енді осының барлығын белгілеп, жібін астынан жібін тартып жіберсек, өзінің орнына келе қалады. Және мынау фрагментті, кішкентай ғана кусокты біз вибрациясын düzлесек, келесі фрагментке әсер етпейді ол. мұң қошып бұлырды мен мұң қошып бұл Мына жерде бізде төмен түсіп кетті. мұң қошып бұлырды Осы жерден кесеміз. Міне өзі көрсетіп тұр примерно. Осы жерден кесіп жіберсек, өзінің орнына тұра қалады. мұң қошып бұлырды мен қошып бұлырды бұлырды Нота бізде фальш көрсетіп тұр. Бұны да біз кесіп жібереміз ортасынан. Белгілеп аламыз. Және осыны белгілегеннен кейін, кескеннен кейін жібін тартып жібереміз. Және үстіңгі нотада бізде сәл жібі жоғары қарай кетіп тұр. Нотаны кішкене фальш қылып көрсету мүмкін. Сондықтан да сәл вибрациясын тарта саламыз. мұң қошып бұлырды мен Жоқ. Мына екі нота бізде жоғары тұру керек екен. мұң қошып бұлырды мен Енді орнына келді. мұң қошып бұлырды мен ырдаймын Ардаймын деген жерде, мына жерде бізде фальш. бұлырды мен ырдаймын Мінекей мына жерде де бізде сәл төменнен басылып тұр. Бұның вибрациясын сәл düzлеп жүрсек қана жетеді. мұң қошып бұлырды мен Келесі нотада да вибрациясын сәл düzлеп жүрсек, мен мұң қошып бұлырды мен ырдаймын енді мына соңғы нотасы бізде кішкене фальш болып естіліп тұр. Бұның да вибрациясын düzлеп жібергіміз керек. Және сәл азайтуымыз керек. мұң қошып бұлырды мен ырдаймын Мінекей енді барлығын тыңдайтын болсақ, тұлпар мінгем ғой жаштықтың арбыта жолдорын жылдардың түшініп қайрылбас күндерге мұң қошып бұлырды мен ырдаймын мінекей вокалымыз енді барлығы нотасына тұра қалды. Енді кейбір инструменттер туралы жайлы айтып жіберейін. Бізде мінекей бірінші стрелкадан ішінде, ең бірінші стрелканың ішінде бұл стрелкамен біз тура солай нотаны жоғары көтеріп түсіре аламыз. Екіншісі бізде scroll tool деген, бұл қолды таңдаған кезде біз былай жылжыта аламыз. Тура осы функцияны бізде Ctrl және Shift деген клавишті бассақ, клавишті екеуін бассақ, мінекей қол шығады. Осы екеуін басып, мышкамен кез келген жаққа қарай тарта аламыз. Бұл заводской настройкада Melodyne'да өзінде тұр уже. Осыны бассақ, кез келген жаққа жылжыта аламыз. Соның астында бізде Zoom tool деген тұр. Бұл Zoom tool деген лупа, кез келген жерді біз үлкейте аламыз. Тура осы функцияны бізде горячий клавишті Ctrl және Alt екеуіне жасап қойған заводской настройка. Екеуін бассақ, мінекей бізде лупаның белгісі шығады. Және мышкамен кез келген жаққа бүйтіп тартсақ, бізде үлкейеді, немесе былай
кеңейет. Келесі инструментте бізде мінекей pitch tool деген бұл тура жанағы стрелканың қызметін атқарады. Жоғары көтеру, түсіру. Астында pitch modulation tool деген бұл бізде модуляция, вибрацияны азайту немесе көбейтуге арналған. Бассақ, немесе 2 рет бас жерсек, бізде вибрацияны түзу қылып тастайды. Енді тыңдайтын болсақ, мінекей неестественно болып естіліп қалады. Қайтадан қайтару үшін 2 рет бас жерсек, өзінің орнына келе қалады вибрациясы. Оның астында бізде pitch drift tool деген, бұл бізде вибрацияны түзу немесе қисық қылу үшін. Мінекей. Жаштықтың Немесе төмен қарай. Мінекей суретіне қарап тұрып, осылай түзілеп алуымызға болады. Одан кейін бізде форманта. Форманта деген бізде кейде нотамыз жоғары кетіп қалатын болса, компьютер болып кетеді. Мысалы, мынау фрагментті алатын болсақ, мысалы, бір тон жоғары көтеріп қоятын болсақ, осының формантасын шамалы сол тембрға келтіру үшін біз сәл төмен тартып жібереміз. Сол тембрді жоғалтпас үшін. Бірақтан Melodyne программасының формантасы сәл некорректно жұмыс жасайды, алгоритмі дұрыс емес. Көп жағдайда бұл көмектеспейді. Компьютер болатын дауыс бәрібір компьютер болып кетеді, достар. Келесі бізде амплитуда деген, бұл бізде қатты шығып кеткен жерлерді дыбысын жай қыла аламыз, немесе қатты қыла аламыз. Мысалы, мына фрагменттерді белгілеп алайық. арбыта жолды Осының барлығын белгілеп, мысалы үшін, амплитуда tool дегенді бассақ, біз дыбысын жай қыла аламыз. 2 рет бас жерсе қайтан жоққа жібереді. Орнына келтіру үшін қайтадан осыны көтерсек, орнына келе қалады. арбыта жолдырын жылдардың. Бұл бізде громкостьті азайту үшін немесе көбейту үшін арналған инструмент. Одан кейін бізде time tool деген бар. Time toolмен біз кешіккен жерлерін ритмін келтіре аламыз. Мысалы үшін, осыны таңдағаннан кейін біз альтты басып, кез келген нотаны тарта аламыз. Кез келген нотаны тартып, өзінің орнына қойып қоя аламыз. Сол үшін арналған инструмент. Одан кейін астында бізде time handle tool деген бар. Бұл бізде кейбір жерде вибрация, мысалы, ерте айтылып қойған бір буындар болады. Сол буындарды сәл кешіктіру үшін арналған функция. Ол мысалы үшін жылдардың деген жерде, мысалы, біз мына жерін белгілеп, осы жерін былай тарта аламыз. Мына вибрация сонда соңына кетеді. Енді тыңдап көрейік. Кез келген буынды сәл кешіктіріп, артқа қарай қойып қоя аламыз. Басын, мысалы, бас жағын біз вибрациясын сәл алсақ. Мінекей, жылдардың емес, жылдардың деп вибрация беру үшін. Мінекей, осы бізде time handle tool деген инструмент сол үшін арналған. Атакасында жасай аламыз. Атакасын біз асты қарай тартатын болсақ, немесе жоғары көтеретін болсақ, бізде кез келген әріп ерте немесе кеш басталады. Мысалы, жоғары көтеріп тастайтын болсақ, мінекей, жылдардың деп тез бастап кетті. Енді осыны төмен қарай түсіретін болсақ, бізде сәл вибрациямыз кеш барып айтылады. Бұл мына екі вкладка шамамен екеуі ұқсайды функциялары. Сондықтан да мынау time handle tool деген өзінің қызметін жақсы атқарады. Одан кейін бізде кесуге арналған note separation tool. Ылғи да осы note separation toolды қолданамыз. Бұл бізде кесу үшін, кез келген жерді біз алып кесе аламыз.
мінекей. Міне инструменттері аса көп емес. Осының барлығын ылғи эксперимент жасап, ылғи жөндеп жатсаңыздар, бұның бәрі автоматтық түрде қолдарыңыз жаттықтып қалады. Инструменттердің арасында тез қимылдап, тез жөндеп үйреніп ала аласыздар. Арбыта жолдорун жылдардың. Мінекей достар, енді осы аудионы жөндеп болғаннан кейін экспорттау үшін біз мынау жоғары жақта минусовка бізге қажеті жоқ. Мют деп басып қойсақ да болады, немесе удалить етіп жіберсек те болады. Мют деп қойсақ, бізге бұл минусовканы экспорттамайды Melodyne. Бізге тек қана дауысты экспорттап береді. Экспорттау үшін жоғары жақта файлға кіреміз. Файлдың ішінде мінекей экспорт деп тұр. Немесе горячий клавишта Ctrl-E дегенді бассақ, және мына жерде көрсетіп тұр өзі. Мына экспорт Ctrl-E деп көрсетіп тұр. Осы Ctrl-E-ді басып жіберсек, мінекей осындай вкладка шығады. Бұл жерде заводской настройкада өзі настроенный болып тұрады барлығы. Бізге мінекей individual range for each track деген керек. Бұл бізге жаңағы индивидуальный әр фрагментті жеке өзін ғана айналдыру үшін арналған. Бұл ылғи осыны біз қолданамыз. Және частотасы, осы жерден біз частотасын да өзгерте аламыз, немесе битін өзгерте аламыз. 32 бит, немесе 32 бит плавающий запятоймен. Бірақ енді біз Cubase-мізді осы частотаға настроенный болғандықтан, бізге осы частотамен айналдыру қажет. Сіздерде ол 48 мың болуы мүмкін, 96 мың болуы мүмкін. Сондықтан да разница жоқ. Бірақ екі программаның ортасында міндетті түрде частоталарыңыз бірдей болған абзал достар. Енді біз экспортты басып жіберсек, және қандай папкаға айналдыруымызды көрсетеді, қай жерге айналдырып берейін деп көрсетіп тұрады. Осы жерден біз кез келген папкаға, немесе рабочий столға, немесе тікелей осы жазған папканың өзіне кез келген папкаға немесе осы жерге айналдырып жіберуге болады. Мен сіздерге кеңес ретінде мынау track pictures деген көрсетіп тұр. Осы track pictures'ның ішіне сақтауға кеңес берем. Өйткені әрбір жөнделген дауыстар осы жерде тұрады, жөнделмеген дауыстар аудионың ішінде тұрады. Бұл өте ыңғайлы достар. Осы жерге айналдырып жіберсек, open деп басып жіберсек, мінекей бізде осы файлымыз енді жаңағы Cubase программасында жазылған проекттің ішінде, соның ішінде өзі папкасында тұрады. Еш жерде жоғалып кетпейді. Және осы проектіні сақтап қоюға болады. Сақтау үшін файлдың ішіне кіреміз, Save As-ты басамыз, немесе Ctrl-A-сты басып жіберсек, Ctrl-S-ті бассақ, мінекей сақтайтын мынандай окошко шығады. Осы жерге мысалы кез келген қалайсыз, мысалы кімге жаздыңыздар, есіммен жаздыңыздар ма, әннің атын жаздыңыздар ма, соны осы жерге жазып қойсаңыздар болады. Жазып қойғаннан кейін мысалы үшін бір жерде бір фальш естіліп қалуы мүмкін, немесе сол жазған әнші ана жерінде бір жерінде дауысым сәл төмен түсіп кетіпті, немесе қатты көтеріліп кетті деп тұрса, осы Melodyne'ға кіресіздердағы Open Recent деген ішіне кірсеңіздер, соңғы жазылған проекттің аты тұруы мүмкін, немесе список бойынша тауып аласыздар да, соны ашсаңыздар, қайтадан сол проект ашылады. Сонымен жаңағы түсіп кеткен нотаны қайтадан орнына қойып қойсаңыздар болады. Өте ыңғайлы. Сондай достар, видеомыз қатты ұзақ болмас үшін осылай қысқа ғана түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Соның өзінде видеомыз 30 минуттан асып бара жатыр. Алдыңда түсірген видеоларымыз тікелей осы Melodyne'ға декабрь айында салайын дегенмін негізі. Өкінішке орай ол видеом 57 минут болып кетті. 57 минут бойы мен ойлаймын, көп адам көре бермейді. Осындай қысқа ғана болған дұрыс. Қалған сұрақтарды комментарияға жазсаңыздар болады. Қалай істеу керек? Кез келген қызықтырған сұрақтарыңызды комментарияға жазып жіберсеңіздер болады достар. Қазіргі таңда енді Melodyne'ға бәсекелестік жасайтындай жақсы программалар шығып жатыр. Repitch программасы шықты, Wavius программасы шықты. Wavius деген мүлдем осы дауыс жөндейтін программалардың ішінде революция жасады десек те болады. Дауысты өзгертпейді деп сендіріп жатыр енді разработчиктары. Оны да зерттеп жатырмын. Ол туралы да алдағы уақытта видео түсіріп шығарамын міндетті түрде. Сондай достар, мен
осы каналыма жазылып қойыңыздар достар, қолдау білдіріп қойыңыздар. Енді қолдан келгенше барынша видеоларды салып отырам, сіздермен бөлісіп отырам достар. Маған тіркеліп қолдау білдіріп жатқан жандар, барлықтарыңызға алғысым шексіз достар.